1 жыл бұрын организм дайындайды екен. Қытайлар айтады екен, примерно 100 жыл, 200 жылдан кейін Қазақстан біздікі болады деп айтады екен. Өздерінің балаларына көрсетеді екен, мына жер негізі біздің ел, бұйыртса осы біздікі болады деген сияқты. Неге? Бұл адамдар дальновидный, яғни вообще біздің қазақ деп айтамыз, көріп жүргеніміз қазақ қой негізі. Қазақтан не істейтінін сондай, болашақты ойламайды. Ертең не болатын? Яғни балам мен не болады деген нәрсені. Көрдіңіз бе? Сондықтан да қазіргі уақытта баласына 3000-4000 теңге біліміне қимайды да бала. Баласына. Ертең баласы өсіп кеткеннен кейін оған гүл бермей жүр маған деп айтады. Сен сол 3000 теңге тұратын білімді алып бергенде ол 5000 теңге тұратын гүл әкеліп беретін еді саған. Сен берген жоқсың, саған да бермейді, ол топсында өседі ғой бала. Көрдің бе? Всегда бізде сондай деп ала бергіміз келеді, бірақ еш уақытта бергіміз келмейді. Собственный баламызға да. Сол сияқты өзіне болашағын сенімсіздікпен қарайды деген сөз. Адамда точка А деген нәрсе бар. Точка Б деген нәрсе бар. Бәріңіз естіп жүрген шығарсыздар. Точка А ол біздің қазіргі жағдайымыз, дұрыс па? Точка Б деген сөз не ол? Біздің болғымыз келгені. Көбіне мына точка Б-ны не істемейді? Кедей саналы адамдар ойламайды бұны. Бұлар не дейді? Барғасын көреміз дейді. Именно мындай байқап отырсаңыздар, неге сен құлшылық жасамайсың, неге намаз оқымайсың деген кезде көбіне мынандай сөз естиміз. Барғасын көреміз деп айтады. Пенсияға шыққаннан кейін деп айтады. Иә, ал бірақ именно ақша жұмсауға келген кезде, мына ақшаны жинамайсың ба, сақтамайсың ба? Ертең өмірінің екінші жартысында кіріс көздер керек қой десе, кім біледі, бүгін өліп қаламыз ба? Тапқан табысымызды бүгін жеп қоймасақ, ертең бармыз ба, жоқпыз ба деп қояды. Көрдің ба? Именно сол уақытта ол не болып кетеді, как будто бүгін өлетін сияқты болып кетеді ол. Көрдің ба? Өз-өзін алдап кетеді. Яғни бұл адамдар десейді, ешқайсысы 90% халық ертеңгі күнін ойламайды. Сондықтан да олар бағанағы кіріс көздер шығындарын жасап жатыр. Ертең барғасын көреміз деген сияқты. Енді қараңыздар, адам мысалға мына жерде бай боламын немесе осы жерде бір жетістікке жетемін деген сияқты, тұлға боламын деген сияқты нәрсені есіне алған кезде, қай жерде адам мысалға айтайық, мен жетістікке жетемін деген Б точкасы өзінің жетістікке жетемін деген тұлғасы бар деп айтайық. Қай уақытта жетеді адам? Қай уақытта жетеді? Адам баласы негізі мына жерде тұрған кезде миымен жетіп қояды екен уже. Миымен жетіп қояды екен. Сосын ол шешім қабылдайды екен мына жерде. Қай уақытта адам шешім қабылдайды, сол кезде ол не істейді? Жетеді. Түсінікті ме? Егер сіз осы кезден бастап, мен Алла қаласа 2-3 жылдан кейін осындай тұлға болуым керекпін, сосын осы тұлға болу керекпін, және мен бүгіннен бастап шешім қабылдадым десе, адам бүгіннен бастап не істей бастайды екен? Сосын жете бастайды екен. Өткенде сіздерге көрсеттім, менің өзімнің жазған. Мына кісілерге көрсеттім, енді маған да қызық болды ол нәрсе. Мыж-мыж болып бір жерде жатыр еді, үйден алып келдім. Орнап қойған сәл ғой енді. Осыдан қай жыл бұрын дедім мен? 2018 ба, 2017 ма? 2017-те жазған плакатым маған жаңа тасыма бермей ма жаңағы наставник. Осы нені өзіңнің планыңды сыз дейді. Кім болғың келеді? Сенің кім екенің маңызды емес дейді қазір. Сен кім болғың келетіні маңызды дейді. Сол нәрсенің портретін жаз дейді. Енді мен сіздерге қазір тасыма беремін сондай. Енді ертеңге үлгерсеңіздер алып келесіздер, бірақ сабақ біткенге дейін алып көруіңіз керексіз. Өзіңіздің, потому что мен істедім ғой, көрсеттім ғой сіздерге, дұрыс па? Мен өзім істемеген нәрсені қалай айтамын сіздерге? Істеген нәрсені айтып тұрмын. Өзіңнің портретіңді. Яғни мен 3 жылдан кейін немесе 5 жылдан кейін өзіңіз білесіз. Только нереальный сұрақ қойып қоймаңыздар, бір айдан кейін демей ақ қойыңыздар. Ойланып жүргенде өтіп кетеді ол. Яғни 2 жыл ма, 3 жыл ма деген сияқты өзіңнің сол 3 жылдан кейінгі болатын тұлғаңыздың портретін жазасыз. Ол мына жерде бар ма екен? Алып кеттім ба оны? Есіңде жоқ па? Мына жерге қойып қойдым, оны алып кеттім. Сумкамен салып алған екен, ешкімге бермеймін деп оны. Алып алғысы келді бұлар. Ол құпия ғой. Яғни өзіңнің портретін жазасың. Портрет деген қандай нәрсе? Портрет деп отырғанымыз, мысалға айтайық, сен туралы естіген кезде ол қандай деп көретіндей. Портрет сурет салып қоймаңдар енді. Мысалға, есіміңіз кім? Нұргүл, мысалға мен, мысалға 5 жылдан 2000, айтайық 5 жылдан кейін қайсысы қазір 2000. Давай 3 жыл деп айтайық, 3 жыл деп айтайық. 2025 жылы мен Нұргүл деп айтқан кезде мен осындай болуым керек болса, мысалға мен уже жазып қойдым, честный, трудолюбивый, ашуланбайтын, тек қана дұрыс сөз айтатын деген сияқты сөздер жаздым. Яғни менің бойымдағы көргім келген качестволарым ғой менің. Түсіндің ба? Яғни жеңістегі кім деген кезде сондай деп айту керек ол адам. Яғни мен сол жағынан танылуым керекпін. Түсіндің ба? Және мен өзімнің миссиямды жазып қойғанмын. Жаңағыдай мен өмірлік, мен адамдардың слуга народа жазып қойдым сол жерде. Мен адамдарға қызмет ететін халықтың қызметшісімін деп жазып қойғанмын. Мен алуды ойламаймын, бірінші беруді ойлаймын деп жазып қойғанмын. Сосын даже мен осы тұлға болу үшін ең бірінші 2 костюм шалбар аламын жазып қойғанмын. Даже суреті көрдіңдер, 2 костюм шалбардың суреті, например. Даже оның жаңағы костюм шалбарды қанша теңгеге алуым керектігі бар, астында жазылған. Сондай бар. Енді тұлға болу үшін образ қалыптастыруың керексің ғой сен. Бір $50 костюм шалбарын кие алмайсың ғой енді.
ол қазір киіп жүрген, сол уақытта киіп жүрген болғанмен сен тұлға болу үшін басқа киім кию керексің деген сияқты. Яғни сен өзіңнің образыңды, иә. Енді осыған жету үшін мен не істеуім керекпін деген кезде мына кітаптарды оқуым керекпін. Яғни мен тұлғалық болып қалыптастыратын кітаптардың несі бар, аты және оның авторлары бар. Осы кітаптарды оқып тастауым керекпін, қанша уақытта, көрдіңіз ба? Сосын мына жаққа жазып қойғанмын, мен өзімнің кітабымды жазамын. Яғни ол кезде мына кітапты вообще ойымда болған емес, саналы түрде санаңды өзгерт деген кітап жазамын деген негізінде. Тақырыбымды жазып қойғанмын. Бірақ енді өмір кішкене жақындап келген кезде уже ой өзгерді. Оның тақырыбын басқаша деп қоятын болдым, өзің тап деген кітап жазатын болдым. Ну, проблема емес, кітап жазылды әйтеуір. Сосын мен медиаға шығуым керекпін. Не болғанда да мен радиодан шығуым керекпін, 3 радиодан, 3 телевидениеден шығуым керекпін деп бәрін жазып қойдым. Сосын мен Инстаграм ашуым керекпін, жаңағы YouTube ашуым керекпін, бәрін жаздым. Сосын мен осылардың бәрін өтіп алғаннан кейін адамдарға тегін, 1000 адамға тегін консультация беруім керекпін, бәрін жаздым. Кеше алып келіп көрсеткен кезде бұл нәрсе уже 2 жыл болды орындалып кеткеніне уже. Бәрі полностью орындалған да. Бірақ сол кезде жазып отқан кезде как будто маған бір қол жетпейтін нәрсе сияқты ма? Ал көп адамдар сондай нәрсе неге жазбайды? Олар сенбейді. Қой дейді. Нереально ғой бұл. Көрдің ба? Егер мен сол кезде кедей саналы болып жүргенімде, сонда сен жаз деген кезде, я жазған дұрыс қой деп айтуым да мүмкін. Сосын ертең жазам, арғын жазам. Неге арғын жазам, ертең жазам? Потому что біз оған сенбейміз. Яғни қай уақытта адамның нәпсісі бір нәрсеге жететініне сенбейді, ол нәрсені жасамайды, түсіндің ме? Мен бір адамға келіп, есің кім? Өмірбек жүр кеттік, мен бірге тренировка жасашы, бір айдан кейін былай боласың десем бар ғой, иә дейсің сен ше, бірақ сен примерно айна қарап тұрасың да, ай болмайды ау осы десең, болмайсың сен. Түсіндің ба? Проблема неде болып тұр біріншісі? Мида болғанда ең бірінші бір ай деп қойдық қой, нереальный уақыт қойып қойдық да. Әрине нереальный уақыт қойған кезде ол мүмкін емес шынымен де, түсіндің ба? Ал енді саған давай 2 жылдан кейін осындай болатын десе сен тұрасың да. 2 жылға дейін кім бар кім жоқ, ол не істеймін ол тастап. Көрдің ба? Уже бізде сондай да, яғни еріншектік қой, как будто бізге 2 жыл өтпейтін сияқты. Сен сөйтіп өй деп жүргенде бар ғой, көзді ашып жүрмаса 2 жыл өтіп кетпей ма? Карантинде отырып 2 жыл өтіп кетті ғой, қалай болмады, иә? Маска деген нәрсе ертек болып қалды ғой бізге, қарашы. Ана күні қалтама қарасам, маскалар топтың бәріне сондай ма? Сондай сендер сондай ма?